Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Жұлдыз, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мақтадай жұмсақ, өте дәмді шығатын пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға картоп қайнаған жылы суымызды құямыз. Үстіне 2 ас қасық шекер саламыз. 1 шай қасық дрожжымызды салып, жақсылап араластырып, 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Үстіне аз ғана ұнымызды саламыз. Сосын 1 шай қасық тұз салып, 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, қасықпен араластырамыз. Қалған ұнымызды саламыз. Енді қолымызбен жақсылап илеп, жұмсақ қамыр жасаймыз. Қамырымызды дастарханға төгіп, жақсылап илеп шығуымыз қажет. Сонда пирожкиміздің қамыры өте жұмсақ, әдемі болып шығады. 5-10 минутты илеймін. Сосын осындай өте жұмсақ, әдемі қамыр шығады. Енді оны табамызға салып, бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Картопымызды езіп шығамыз. Үстіне дәміне қарай 1 шай қасық тұз себемін. Бұрыш септім. Сосын араластырып шығамыз. Үстіне 1 ас қасық сүт құямын, жақсылап араластырып шығамын. Пюреміз өте дәмді шығады. Енді қамырымыз дайын болды. Осындай жұмсақ болып шықты. Енді қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Оларды осылай дөңгелек шарик жасап шығамыз және де бетін жауып қоямыз. Шетінен ала отырып, қамырымызды жайып шығамыз. Қамырымыз не қалың, не жұқа болып қалмауы қажет, орташа болу керек. Пюремізді салып, қамырымызды түйіп, пішінге келтіреміз. Видеода көрсетілгендей осылай айналдыра отырып пішін жасаймыз. Барлығын жасап болған соң, бетін пленкамен жауып 10 минутқа тағы қойып қоямыз. Кішкене ғана көтеріледі. Сол кезде бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Үстіне күнжіт сеуіп шықтым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Сосын қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Достар, осындай жұмсақ, өте дәмді шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.